көп адам қателеседі, көп су ішкен зиян, неге таңертең оны ішуім керек, неге ол ыстық болу керек деген сұрақтарды жиі қояды маған. Сондықтан осы видео төңірегінде таңғы судың маңызы, неге ол ыстық болу керек, неге оны міндетті түрде таңғы 5-те ішу керек, сол туралы кішкене түсіндіріп өтейін. Жалпы таңғы 5 пен 7-дің арасы бұл тоқшектің уақыты. Біздің ағзаға түскен судың құнарлы тамақ ішеміз, мысалы шай ішеміз, су ішеміз, компот ішеміз, соның құрамындағы суды ағза неден алады? Тоқшектен сіңіріледі организмге. Енді ойлаңыз, сіз түнде ұйықтадыңыз, түнімен бауыр жұмыс жасады, сөйтті да сіздің ағзаңыздағы клеткаларыңызды жуып шайған бүкіл сұйықтықты зәріңіз арқылы, азында мочевой пузырь полный болып тұрады, біз бардық та оны унитазға төгіп тастадық, дұрыс па? Организмде су қалды деп ойлайсыз ба? Әрине қалды, бірақ ол сіздің күндіз целый день жеген тамағыңызды қорытуға, оны жайғастыруға, клеткаларыңызға жеткізуге жеткіліксіз. Сондықтан таңертең 5 пен 7-дің арасында, тоқшектің уақытында, тоқшектен организм таза су іздейді. Таза су сіңіру керек. Және ол міндетті түрде таза су болу керек қой. Енді өзіңізге анализ жасап қараңыз. Неше жыл бойы сіз таңғы 5-те су ішпедіңіз. Таңғы 5-те су ішпедіңіз. Яғни сонша жыл сіздің организміңізге су жетіспеді. Соның салдарынан ерте әжім түседі, соның салдарынан бауыр страдать етеді, соның салдарынан бүйрек страдать етеді. Яғни ағзаңызда 70 триллион клетка бар ма? Соның әрқайсысы су жетіспеу салдарынан шлаққа, улы заттарға толып қалды. Оны ертіп шығаратын суды сіз организмге берген жоқсыз. Яғни таңғы 5-те суды ішудің маңызы немен түсіндіріледі? Тоқшектің меридианымен түсіндіріледі. Яғни 5 пен 7-дің арасында организм таңертең жуып шайып, сіздің қуығыңызға толтырған жаман судың орнына таза су іздейді. Сіз ішпеген жағдайда ол тоқшегіңізде қандай су бар? Өтіңізде қандай сұйықтық бар? Жалпы ағзаңызда қандай сұйықтық бар? Содан алады. Одан өт қойылады. Одан сіздің тоқшегіңіздегі зәріңіз тас болып қатып қалады, себебі оның құрамындағы барлық сұйықтықты организм барынша алды деген сөз. Енді неге ол ыстық болу керек? Біз айтамыз, мысалы мен өзім айтам, таңертең ішетін суыңыз міндетті түрде 38-40 градус ыстық болу керек. Яғни ауыз күймейтін ыстық су ғой. Себебі біздің шегімізде 38 градус. Егер сіз, мысалы 25 градус немесе қош ыстық су ішпеймін, комнатный температура су ішем дейтін болсаңыз, комнатный температура деген 25 градус су, е? Не істейді? Асқазан 25 градус суды іштіңіз, асқазанға түсті. Асқазанда сфинктер бар, сол жабылады да, ол суды 38 градусқа дейін жылытады асқазан. Яғни мұздай 25 градус суды, жоқ, мұздай емес, комнатный температура суды ол шекке жібермейді. Егер сіздің асқазаныңыз 100% жұмыс жасай білсе, сау болса асқазаныңыз, ол суды 38 градусқа дейін жылытады, сосын барып ары қарай шекке береді. Ол біздің организмімізде заложенный программа ғой. Енді ал 38 градус су ішетін болсаңыз, яғни ыстық су ішетін болсаңыз, асқазан оны көреді, сондай температурасы дұрыс екенін сөйтеді де шекке ары қарай бере береді. Яғни сіз 38-40 градус ыстық суды ішетін болсаңыз, ол су жылдам тоқшекке жетеді да, организм тоқшектен, яғни қан таза суды алады да, ары қарай сіздің клеткаларыңызға ол суды жеткізеді. Яғни организм суға қанығады. Енді бір кісілер айтады, мен таңертең суға лимон тамызып ішемін, немесе бір қасық қолдың мёдын салып ішемін, немесе біреулер вообще компот қайнатып қояды, мен азанда компот ішемін, ол пайдалы дейді. Бұл қате пікір. Неге? Себебі таза судан басқаның барлығы, компот,
мед қоссаңыз, лимон қоссаңыз, оны асқазан тамақ ретінде қабылдайды. Яғни асқазаннан сөл бөліну керек, 12 ішекке өт бөліну керек, инсулин бөліну керек. Яғни организм толып жатқан артық әрекеттер жасап, лимонмен ішкен суыңыздағы лимон қышқылын, аскорбиновый кислотасын, соның бәрін бөліп, сосын барып ары қарай жаңағы таза суды тоқшек алады. Яғни сіз біріншіден тоқшектің уақытын өткізіп аласыз. Салқын су ішкен кезде, немесе жаңағындай мед қосылған, лимон қосылған суды ішкен кезде. Екіншіден, сіздің организміңіз көп энергия жұмсайды ғой, артық жұмыс жасайды. Ол сізге керек па? Әрине керек емес. Сондықтан таза су, және ол 38 градус болуы, және оны 5 сағат ішудің маңызы міне осыда. Сондықтан енді бірінші уақытта әрине қиын болады. Жарты бокалдан бастау керек, сосын жайлап организмді 1 бокалға үйрету керек, сосын 1,5 бокал болу керек, 2 бокал болу керек. Мен мысалы күнде таңертең кемі 1 литр, 1,5 литр таза 38 градус су ішемін. Және менің шектерім дұрыс жұмыс жасайды. Бетінде әжімдерім азайған, кожым таза. Себебі таңғы 5 пен 7-нің арасында тоқшек уақытында организмді таза сумен қамтамасыз етемін.